кино ма, пранк па бір нәрсе түсіріп жатқан шығар. Әлде полицияға хабарласайын ба? Жоқ, мен полиция қызметкері емеспін. Мен кәдімгі блогермін ғой. Бұл хабар арнасынан қалың көрерменге жол тартқан қимылдама телехикаясынан үзінді болатын. 15 бөлімнен тұратын жобада қарапайым блогер жігіттің полиция қызметіндегі қиындықтармен бетпе-бет келуі көрсетіледі. Шынайы оқиғаларға негізделген сценарий, әр рөлге бекітілген актерлер, түсірілім тобының ауызбіршілігі өз жемісін берді. Тәртіп сақшылары туралы сериалды жұртшылық қана емес, ішкі істер министрі де жоғары бағалады. Істер министрлігінің жалпы полиция жұмысын жақсылығында енді ауыр мәселелердің бәрін осы халыққа жеткізіп үшін алғысым білдіремін. Шығармашылық ұжым ведомство тарапынан арнайы марапатқа ие болды. Осы уақытқа дейін оперларды ойнадым, нелерді ойнадым, бірақ ішіне кухняға кірген соң мүлдем басқа екен. Еңбекті бағалау керек, біздің ағаларымыздың жалпы. Қимылдама! Только стажер болды. Мен сізді осы ішкі істер саласына алайын, біраз істеңіз. Бізге консультацияға келіп жүрді, сержанттар, капитанға дейін келді. Сол кезде айтады, мен дежурствода жүрмін. 27 сағат болды уже. Қалай ұйықтамайсыз? Ұйықтамаймыз біз уже үйреніп қалыпты. Демек біздің осылай жайлап дамимыз, Алла қаласа. Халыққа да жетіп атқан шығар деп ойлаймын. Осы сериал арқылы ішкі кухняны шынайы көрсетпесек те, бірақ шет жағасын көрді, есікке дейін барды, есік ашылды. Жалпы телехикаяның мақсаты сақшылардың тынымсыз жұмысын жан-жақты көрсетіп, ішкі істер органдары мен азаматтар арасын жақындата түсу. Халық пен құқық қорғаудың арасындағы тығыз қарым-қатынас. Ең басты негізі әділдік пен абырой халықтың көңілінен шығып жатыр. Қонақтар тың идеялар мен қызықты туындыларды жарыққа шығарып, отандық жобалардың жанкүйерлерін әлі талай қуантатынын жеткізді. Ең бірінші кезекте бізге көрерменге жақсы бағыт-бағдар беру, жақсы ойларды жеткізу. Біздің жасап жатқан еңбегіміздің бағаланғаны бізді өте қатты қуантады. Көп рахмет.